Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз геометрияның стереометрия бөліміне жататын кеңістіктегі арақашықтықтар тақырыбы. Кеңістіктегі арақашықтықтар қай жерде кездеседі? Бір-екі мысал қарастырып көрейік. Бірінші суретте көрсетілген ас бөлмесін қарастырайық. Мысалы, осы бөлмедегі тоңазытқыш пен қабырғаның арақашықтығын табу керек болсын дейік. Осы жерден тағы мынау екі шкафтың арақашықтығын табу керек болатын болса, оны анықтау жолы. Немесе мынау газ плитасының газды өшіру немесе жағу тетігіменен еденнің арақашықтығын табу, яғни былайша айтқанда нүкте мен жазықтықтың арақашықтығын табу керек болатын жағдайлар кездеседі тұрмыста. Келесі суреттен біз мынау бөлмедегі қабырғалардың мынау екі қырларының арақашықтығын табуымыз керек болсын дейік. Бұл екі қыр айқас сүзгілердің бойында орналасқан. Яғни бізге айқас сүзгілердің арақашықтығын қалай табу керектігін білуіміз керек. Осындай сияқты есептерді шығару үшін біз белгілі бір ұғымдар мен тәсілдерді білуіміз керек. Сол ұғымдар мен тәсілдерді, анықтамаларды біз бүгін сіздермен қарастырамыз. Сонымен бүгінгі сабақтың мақсаты кеңістіктегі екі нүкте, нүкте мен түзу, нүкте мен жазықтық, екі айқас түзулер арасындағы қашықтықты анықтай алу. Бұл тақырыпты өту үшін бізге алдыңғы тақырыптардан өтілген қандай білім қажет? Соны бірінші пысықтап алайық. Сонымен ең бірінші түзу мен жазықтықтың перпендикулярлығы туралы не айта аламыз? Қай кезде түзу мен жазықтық бір-біріне перпендикуляр деп аталады былайша айтқанда? Бәріміз білетіндей, егер түзу жазықтықта жатқан барлық түзулерге перпендикуляр болса, онда түзу мен жазықтық өзара перпендикуляр болады. Келесі сұрақ: нүктеден жазықтыққа түсірілген перпендикуляр, көлбеу және көлбеудің проекциясы дегеніміз не? Нүктеден жазықтыққа түсірілген перпендикуляр деп бір ұшы берілген нүктеде жататын, екінші ұшы жазықтықта жататын, жазықтыққа перпендикуляр түзудің бойында орналасқан кесіндіні айтамыз. Көлбеу деп бір ұшы жазықта жатпайтын нүктеден, екінші ұшы жазықтықта жататын нүктеде болатын кесіндіні айтамыз. Ол кесінді перпендикуляр болмауы керек бірақ. Көлбеудің проекциясы деп көлбеудің табаны мен перпендикулярдың табанын қосатын кесіндіні айтамыз. Біздің сызбада АБ сәйкесінше перпендикуляр, АС көлбеу, БС проекция. Б нүктесі перпендикулярдың табаны, С нүктесі көлбеудің табаны. БС кесіндісі көлбеудің проекциясы. Үш перпендикуляр туралы теореманы түсіндіріңіз. Үш перпендикуляр туралы теоремада мына нәрсе туралы айтылады. Егер жазықта жатқан түзу көлбеуге перпендикуляр болса, онда ол оның проекциясына да перпендикуляр болады. Керісінше де, егер жазықта жатқан түзу көлбеудің проекциясына перпендикуляр болса, онда ол көлбеудің өзіне де перпендикуляр болады. Айқас түзулердің ортақ перпендикуляры деп нені айтамыз? Айқас түзулердің ортақ перпендикуляры деп ұштары осы екі түзуде жататын, екі түзудің әрқайсысына перпендикуляр болып келетін кесіндіні айтамыз. Ал енді бүгінгі тақырыпқа оралайық. Ең бірінші, екі нүктенің арақашықтығы дегеніміз не? Екі нүктенің арақашықтығы деп оларды қосатын кесіндінің ұзындығын айтамыз. Нүктеден түзуге дейінгі арақашықтық деп нені айтамыз? Нүктеден түзуге дейінгі арақашықтық деп
сол нүктеден түзуге түсірілген перпендикулярдың ұзындығын айтамыз. Яғни А нүктесінен мынау берілген түзуге дейінгі арақашықтықты табу үшін біз А нүктесінен осы түзуге перпендикуляр болатын АБ кесіндісін жүргіземіз. Сол АБ кесіндісінің ұзындығы А нүктесі мен түзудің арақашықтығы болып табылады. Параллель түзулердің арақашықтығын қалай табамыз? Параллель түзулердің арақашықтығын анықтау үшін олардың бірінде жатқан нүктеден екіншісіне түсірілген перпендикулярдың ұзындығын табамыз. Енді нүктеден жазықтыққа дейінгі арақашықтық деп не айтамыз? Д нүктесінен берілген жазықтыққа дейінгі арақашықтық деп, сол нүктеден жазыққа түсірілген перпендикулярдың ұзындығын айтады екенбіз. Яғни нүктеден жазыққа дейінгі арақашықтық табу үшін ол нүктенің жазыққа түсірілген перпендикулярдың ұзындығын табуымыз керек. Параллель жазықтардың арақашықтығын анықтау үшін олардың бірінде жатқан нүктеден екіншісіне түсірілген перпендикулярдың ұзындығын табамыз. Параллель екі жазықтың кез келгенінен Д нүктесін алдық, осы нүктеден екінші жазықтыққа ДЕ перпендикулярын тұрғыздық. Осы ДЕ перпендикулярының ұзындығы бізге мынау екі жазықтықтың арақашықтығын береді. Айқас түзулердің арақашықтығы деп олардың ортақ перпендикулярының ұзындығын айтады. Осы айтылған анықтамаларды пайдалана отырып, мынандай есептер қарастырып көрейік. Бірінші есеп. Қыры 1 сантиметрге тең ABCD, A1, B1, C1, D1 кубы берілген. А нүктесінен BC түзуіне дейінгі қашықтықты табыңыз. Бірінші есепте бізде кубтың қыры 1 сантиметрге тең деп берілген. А нүктесінен BC түзуіне дейінгі арақашықтық табу керек. Нүктеден түзуге дейінгі арақашықтық табу үшін сол нүктеден түзуге дейінгі түсірілген перпендикулярдың ұзындығын табамыз. А нүктесінен BC түзуіне түсірілген перпендикуляр бұл жерде AB кесіндісі болады. Ол ABCD-ның квадрат болатындығынан шығады. Кубтың 6 жағы да бір-біріне тең квадраттар. Ал AB кесіндісі бізде кубтың қыры болып табылатындықтан бұл есептің жауабын бірден 1 сантиметр деп айта аламыз. Яғни AB кесіндісінің ұзындығы. Сонымен бірінші есептің жауабы 1 сантиметр. Екінші есеп. Тура сол ABCD, A1, B1, C1, D1 кубтың қыры 1 сантиметрге тең. Бұл жерде енді B нүктесінен A1, C1 түзуіне дейінгі қашықтықты табу керек. Сонымен бізде ABCD A1, B1, C1, D1 кубы берілген. Бұл кубтың қыры 1 сантиметрге тең. Осы кубтағы A1, C1 түзуімен B нүктесінің арақашықтығын табуымыз керек. Ол үшін біз бұл жердегі A1, B, C1 үш бұрышын қарастырайық. Бұл үшбұрыш бізде тең қабырғалы үшбұрыш болып табылады. Неге? Өйткені бұл үшбұрыштың үш қабырғасы да бір-біріне тең болатын квадраттардың диагональдары болып табылады. A1B, BC1, A1C кубтың жақтарының диагональдары. Сәйкесінше олар бір-біріне тең. B нүктесінен A1, C1 түзуіне дейінгі арақашықтық табу үшін біз осы B нүктесінен A1, C1 түзуіне BE перпендикулярын түсіреміз. Тең қабырғалы үшбұрыштың BE биіктігі болып табылады. Сонымен қатар E нүктесі A1, C1
қабырғасының тура ортасы, яғни BE тек биіктік қана емес, сонымен қатар медиана да болып табылады. Үшбұрыштың қабырғасы A1 C1 1 көбейтілген туғрасында 2 немесе былайша айтқанда туғрасында 2 сантиметрге тең. Қабырғасы туғрасында 2 сантиметр болып келетін тең қабырғалы үшбұрыштың биіктігін тапсақ, бұл есеп жауабын табамыз. Ол үшін A1 EB тік бұрышты үшбұрышын пайдалансақ болады. A1 E туғрасында 2 бөлінген 2 сантиметрге тең. A1 B туғрасында 2 сантиметрге тең. Онда үшбұрыш A1 E B бойынша BE тең болады. Туғрасында A1 B-ның квадратынан аламыз A1 E-ның квадратын. Тең. A1 B бізде туғрасында 2-ге тең, оның квадраты 2 болады. A1 E туғрасында 2 бөлінген 2-ге тең. Оның квадраты 2 бөлінген 4-ге тең болады. 2-ден 1 алсақ, туғрасында 1,5 болады. Немесе туғрасында 3 бөлінген 2 деп те жазуға болады. Сонымен бұл есептің жауабын туғрасында 3 бөлінген 2 сантиметр деп жазуға болады. Келесі есепте, үшінші есепте. Кубтың қыры 4 сантиметрге тең дейді. А нүктесінен BD1 түзуіне дейінгі қашықтықты табыңыз. А нүктесі бізде мынау. BD1 кесіндісі, BD1 түзуі. Ол кубтың диагоналы. Бұл есепті шешу үшін ABD1 үшбұрышын қарастырайық. ABD1 үшбұрышында AF биіктігін жүргіземіз. AF биіктігін жүргіземіз. Осы AF биіктігі А нүктесінен BD1 түзуіне дейінгі арақашықтықты береді. Яғни білетініміз бойынша А нүктесінен BD1 түзуіне дейінгі арақашықтық табу үшін сол нүктеден сол берілген түзуге BD1 түзуіне перпендикуляр түсіруіміз керек. Ол ABD1 үшбұрышының AF биіктігі болып табылады. Биіктікті табу үшін ABD1 үшбұрышын қарастырамыз. ABD1 үшбұрышы бізде тік бұрышты. Неге? Өйткені ABCD жазықтығына D1A кесіндісі D1 нүктесінен түсірілген көлбеу. Яғни D1A ABCD жазықтығына түсірілген көлбеу. D1D сол нүктеден D1 нүктесінен жазыққа түсірілген перпендикуляр. Олай болса AD көлбеудің проекциясы. AD1 көлбеуінің проекциясы. Ары қарай AD және AB түзулері бізде перпендикуляр екендігі белгілі. Өйткені ABCD бізде квадрат. Үш перпендикуляр туралы теорема бойынша көлбеудің проекциясына перпендикуляр болатын AB түзуі көлбеудің өзіне де перпендикуляр болады. Яғни бізде D1AB бұрышы 90 градус, тік бұрыш. AB D1 үшбұрышының тік бұрышты екендігі дәлелденді. Енді тік бұрышты үшбұрыштың бізде гипотенузаға түсірілген биіктігін табу керек. Оның AB қыры 4 сантиметрге тең екендігі белгілі. AD1 A1 D1 D квадратынан
табылады, оңай табылады. А-ды 1 сол квадраттың диагоналі. Квадраттың диагоналін табу үшін оның қабырғасын турасында 2-ге көбейте салсақ жеткілікті. Квадраттың қабырғасы 4 сантиметрге тең. Оны турасында 2-ге көбейтсек, бізге А-ды 1 кесіндісінің ұзындығы шығады. Б-ды 1 гипотенузасының ұзындығы Пифагор теоремасымен оңай табылады. Бірден орнына қойып есептейтін болсақ, А-ның квадраты 16, А-ды 1-дің квадраты 16 көбейтілген 2, 32. Турасына 48, немесе бұл 16 көбейтілген 3-ге тең, 16 көбейтілген 3-тің 16-сы түбірдің астынан шығады, сантиметр. Енді АФ биіктігін табу үшін біз үшбұрыштың ауданын табу формуласын пайдаланайық. Тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу үшін оның катеттерін көбейтіп 2-ге бөлсек болады. Сонымен қатар бұл үшбұрыштың ауданын табу үшін Б-ды 1 гипотенузасына оған түсірілген АФ биіктігін көбейтіп 2-ге бөлсек те болады. Осы екі формуладан шығатыны АФ пен Б-ды 1-дің көбейтіндісі АБ мен А-ды 1-дің көбейтіндісіне тең. Сонда АФ тең болады АБ көбейтілген А-ды 1 бөлінген Б-ды 1-ге. Орнына қоямыз. АБ бізде есептің берілгені бойынша 4-ге тең. А-ды 1 біз бағана анықтағандай 4 түбір астында 2-ге тең. Ал Б-ды 1 бізде 4 түбір астында 3-ге тең. Сәйкесінше 1-1-4-тен қысқарады бөлшектің алым мен бөліміндегі 4 түбір астында 2 бөлінген түбір астында 3. Иррационалдықтан құтылатын болсақ 4 түбір астында 6 бөлінген 3 сантиметр болады. Есептің жауабы 4 түбір астында 6 бөлінген 3 сантиметр. Ал енді төртінші есепке назар аударайық. Төртінші есепте кубтың 43 сантиметрге тең, А нүктесінен СД1 жазықтығына дейінгі қашықтықты табыңыз дейді. Сонымен есептің шарты бойынша кубтың 43 сантиметрге тең, А нүктесінен СД1 жазықтығына дейінгі қашықтықты табу керек. Шешуі. А нүктесінен С1 Д1 жазықтығына дейінгі арақашықтықты табу керек. Нүктеден жазықтыққа дейінгі арақашықтықты табу үшін нүктеден сол жазықтыққа түсірілген перпендикулярдың ұзындығын табуымыз керек. Ол перпендикуляр бізде АД кесіндісі болады. Неге? Өйткені АД кесіндісі ДД1 түзуіне перпендикуляр және ДС түзуіне перпендикуляр. Квадраттардың қабырғаларынан шығады бұл. Ал жазықтықта жатқан қиылысатын екі түзуге перпендикуляр болатын үшінші түзу жазықтықтың өзіне де перпендикуляр болады деген түзу мен жазықтықтың перпендикулярлық белгісі бар. Бұдан біз АД кесіндісінің ұзындығын тапсақ болады. АД кесіндісінің ұзындығы бізде 3 сантиметр, өйткені ол кубтың қырына тең. Сонымен бұл есептің жауабы 3 сантиметр. Яғни нүктеден жазыққа дейінгі түсірілген перпендикуляр АД, оның ұзындығы 3 сантиметр. Төртінші есептің жауабы 3 сантиметр болды. Бесінші есепте тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғасы 6 дециметр,
Оның әрбір төбесінен 4 дециметр қашықтықта орналасқан нүктеден үшбұрыш жазықтығына дейінгі қашықтықты табыңдар. Сонымен 5-ші есепте тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғалары берілген 6 дециметр, оның әрбір төбесінен 4 дециметр қашықтықта орналасқан нүктеден үшбұрыш жазықтығына дейінгі қашықтықты табу керек. Мынау сызбада дұрыс көрсетілмеген, мынау А нүктесі, мынау Б нүктесі, мынау С, мынау F және мынау Е нүктесі. Нүктеден үшбұрыш жазықтығына дейінгі қашықтықты табу үшін F нүктесінен ABC үшбұрыш жазықтығына дейін қашықтық табу үшін біз осы нүктеден үшбұрыш жазықтығына FE кесіндісін, перпендикуляр кесіндісін түсіреміз. FE. Енді бізде есептің шарты бойынша FC, FB, FA бәрі-біріне тең. Шешу бізде сонымен есептің берілгені бойынша үшбұрыш ABC тең қабырғалы. FC тең FB тең FA болады. Оның әр төбесінен 4 дециметр қашықты, яғни 4 дециметрге тең. Үшбұрыштың қабырғалары 6, мынау 4 дециметрден. Бұл жерде біз мынандай үшбұрыштарды қарастырайық. FEC, FEB және FEA үшбұрыштарын қарастырайық. Үшбұрыш FEC, үшбұрыш FEB және үшбұрыш FEA. Бұл үшбұрыштардың барлығы тік бұрышты үшбұрыштар. Бұлардың барлығы тік бұрышты үшбұрыштар. Осы тік бұрышты үшбұрыштардың бізде FE катеті бәріне ортақ. Сонымен қоса, осы үш бұрышқа да FE катеттері ортақ. Сонымен қоса, FC, FA, FB гипотенузалары бір-біріне тең. Олай болса, тік бұрышты үшбұрыштардың ұқсастық белгісінен бұл үш тік бұрышты үшбұрыш бір-біріне тең екендігі шығады. Яғни мынау үш үшбұрыш бір-біріне тең. Онда олардың сәйкес қабырғалары да бір-біріне тең болады. Бұдан EC қабырғасы катеті былайша айтқанда EB катетіне тең, ал ол EA катетіне тең. Сонда біздегі Е нүктесі ABC үшбұрыш төбелерінен бірдей қашықтықта жатқан нүкте. Ал ол деген сөз, Е нүктесі осы ABC тең қабырғалы үшбұрышына сырттай сызылған шеңбердің центрі болып табылады дегенді білдіреді. Мынау сырттай сызылған шеңбердің центрі. Сонда EB бізде ол сырттай сызылған шеңбердің радиусы. Ал тең қабырғалы үшбұрыштың сырттай сызылған шеңберінің радиусын табу формуласын А бөлінген түбір астында 3 екенін біз білеміз. Үшбұрыштың қабырғасы бізде, тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғасы 6 дециметр. Бөлінген түбір астында 3. Иррационалдықтан құтылатын болсақ, алым мен бөлімін түбір астында 3-ке көбейту арқылы. Онда бізде 2 түбір астында 3 екені шығады. EB катетінің ұзындығы FEB үшбұрышынан. Енді осы FEB үшбұрышынан біз FE катетінің ұзындығын неге тең екенін табуымызға болады. Үшбұрыш FEB бойынша FE тең болады түбір астында FB-ның квадраты минус BE-ның квадратына. FB 4, BE 2 түбір астында 3. Алынған 4, 3, 12
түбір астында 4 тең 2 дециметр. Сонымен есептің жауабы 2 дециметр болады. Алтыншы есепте 43 сантиметрге тең кубтың Б нүктесінен Д, А1, С1 жазықтығына дейінгі қашықтықты табу керек. Алтыншы есептің шығару жолы. Сонымен АБЦ, Д, А1, Б1, С1, Д1 кубтың 43 сантиметрге тең. Мынау Б нүктесінен Д, А1, С1 нүктелері арқылы өтетін жазықтыққа дейінгі ара қашықтықты табу керек. Біз А1, С1, Д нүктелерін кесінділермен қоссақ, осы жазықтық пен кубты қиғанда пайда болатын қиманың сызбасы шығады. Ол бізде тең қабырғалы үшбұрыш болып табылады. Неге тең қабырғалы үшбұрыш? Өйткені А1, С1, Д, С1, А1, Д, 3 кесінді кубтың жақтарының диагональдары болып табылады. Куб жақтарының диагональдары. Яғни А1, Д, С1 үшбұрышы тең қабырғалы үшбұрыш. Үшбұрыш А1, С1, Д тең қабырғалы. Сонымен қатар Б нүктесі осы тең қабырғалы үшбұрыштың төбелерінен А1, С1, Д нүктелерінен бірдей қашықтықта жатқан нүкте. Неге? Өйткені БА1 кесіндісі, БС1 кесіндісі және БД кесінділері бұларда квадраттың диагональдары, біріне тең квадраттардың диагональдары болып табылады. Тура алдыңғы 5-ші есептегідей, сонда бізде тең қабырғалы үшбұрыштың төбелерінен бірдей қашықтықта жатқан нүктенің осы үшбұрыш жазықтығына дейінгі арақашықтықты біз табуымыз керек. Алдыңғы 5-ші есептегі шешу жолын не істейміз, бұл жерде пайдаланамыз. Б нүктесінен А1, С1, Д жазықтығына перпендикуляр түсіретін болсақ, БТ кесіндісі болып табылады. Сол перпендикулярдың ұзындығын тапсақ, бізге есеп шығады. Алдыңғы есептегіден білетініміз Т нүктесі А1, С1, Д үшбұрышының, тең қабырғалы үшбұрышының сырттай сызылған шеңберінің центрі болып табылады. Сонымен бұл жерде біз мынандай үшбұрышты пайдаланайық. Үшбұрыш А1, Т, Б. Ол бізде тік бұрышты үшбұрыш. Үшбұрыш А1, Т, Б тік бұрышты. А1, Б. Ол АБ, Б1, А1 квадратының диагоналі. Ол квадраттың қабырғасы 3 сантиметрге тең болғандықтан диагоналі 3 туғрасына 2 сантиметр болады. Арғай А1, С1, Д үшбұрышы тең қабырғалы, оның да қабырғалары осы 3 туғрасына 2 сантиметрге тең болады. Үш туғрасына 2 сантиметрге тең болады. А1, Т, Б үшбұрышынан БТ-ның ұзындығы туғрасында АБ-ның квадраты, А1Б-ның квадраты азайтылған А1Т-ның квадратына тең болады. А1Б бізде бар. Енді бізге А1Т-ны табу керек. А1Т ол
жаңа біз айтып отқан тең қабырғалы үшбұрыштың сырттай сызылған шеңберінің радиусы ол А1 С1-ді турасында 3-ке бөлгенге тең болады. Сырттай сызылған шеңбер радиусы. А1 С1 бізде 3 турасында 2. Иррационалдықтан құтылатын болсақ, сонымен бізде А1Т бар, А1Б бар. БТ-ның ұзындығын табамыз. А1Б-ның квадраты 3 турасында 2-ның квадраты, 3-ның квадраты 9, 2-ның квадраты 4, турасында 2-ның квадраты 2, 18 болады. Азайтылған А1Т-ның квадраты турасында 6-ның квадраты 6-ға тең. Турасында 12. Сонымен есептің жауабы 2 турасында 3 сантиметр. Алтыншы есептің жауабы 2 турасында 3 сантиметр. Жетінші есепте кубтың қыры 2 сантиметрге тең, ББ1 және А1Д1 түзулерінің арақашықтығын табыңыз. Жетінші есептің шарты бойынша бізде қыры 2 сантиметрге тең кубтың ББ1 қыры арқылы және А1Д1 қырлар арқылы өтетін түзулердің арақашықтығын табу керек. Бұл жерде мынау А, мынау Б, мынау С, мынау Д, сәйкесінше мынау А1, Б1, С1, Д1. Бұл екі түзу, яғни ББ1 түзу мен А1, Д1 түзулері, олар бір-біріне айқас түзулер. Айқас түзулердің арақашықтығын табу үшін олардың ортақ перпендикулярының ұзындығын табу керек. А1, Д1 түзу мен Б1, Б түзулерінің ортақ перпендикуляры А1, Б1 кесіндісі болады. Өйткені А1, Б1 кесіндісі Б1, Б-ға перпендикуляр, ол А, Б, Б1, А1 квадратынан шығатын нәрсе. Және сонымен қоса А1, Б1 кесіндісі А1, Д1-ге де перпендикуляр. Ол А1, Б1, С1, Д1 квадратынан шығатын нәрсе. Сонымен шешуі А1, Б1 бізде перпендикуляр Б1, Б-ға және А1, Б1 перпендикуляр А1, Д1-ге. Екі квадраттан шығатын нәрсе. Олай болса, Б1 және А1, Д1 түзулерінің арақашықтығы А1, Б1 кесіндісіне тең. Ал А1, Б1 кесіндісінің ұзындығы кубтың қыры болғандықтан 2 сантиметрге тең. Жауабы есептің шешімі 2 сантиметр. Жауабы 2 сантиметр. Сонымен 2 сантиметр жауабы. 8-ші есепте кубтың қыры 2 сантиметрге тең, А1 және Б1 түзулерінің арақашықтығын табу керек. Есептің шарты бойынша бізде қыры 2 сантиметрге тең кубтың А1 қыры арқылы өтетін түзу мен Б1 түзулерінің арақашықтығын табу керек. Б1 түзу мен А1 түзулері бір-біріне айқас түзулер. Олардың арақашықтығын табу үшін осы екі айқас түзудің ортақ перпендикулярының ұзындығын табуымыз керек. Ол ортақ перпендикуляр бізде HI кесіндісі. H дегеніміз бұл жерде А1-дің дәл ортасы, I нүктесі D1, B1 кесіндісінің дәл ортасы болып табылады. Неге HI
кесіндісі А1-ге және D1-ға перпендикуляр. Ең бірінші мынандай үшбұрышты қарастырайық. HBD1 үшбұрышын қарастырайық. HBD1 үшбұрышы тең бүйірлі үшбұрыш екендігі оңай дәлелденеді. Бұл жерде BH және D1H кесінділері бір-біріне тең. Сәйкесінше AH, QB тіктөртбұрышы мен HA1, D1S тіктөртбұрышын пайдаланып оны дәлелдеп шығуға болады. Сонымен H, D1, B үшбұрышы бізде тең бүйірлі болғандықтан D1, B үшбұрыштың табаны I сол табанының қақ ортасы. Тең бүйірлі үшбұрыштың табанына түсірілген HI медианасы, оның биіктігі де бисектрисасы да болып табылатындығын біз білеміз. Ондай болса HI D1, B кесіндісіне перпендикуляр, түзуіне перпендикуляр. Бұл бір. Тура осылай біз қазір A1, I, A үшбұрышын қарастыратын болсақ, A1, I, A үшбұрышын қарастыратын болсақ, ол үшбұрышта бізде тең бүйірлі екендігі көрінеді. I нүктесі өйткені диагоналдардың қиылысу түзуі A1I және AI ол диагоналдардың жартысы болып табылады. Яғни бұл тең бүйірлі үшбұрыш, HI оның медианасы, әр биіктігі, әр бисектрисасы болып табылады. Сонымен бізге HI кесіндісінің ұзындығын табу керек. HI кесіндісінің ұзындығын табудың бірнеше жолы бар. Біріншісі H, D1, B үшбұрышын қарастырайық. Тең бүйірлі. Оның H, D1 қабырғасы H, B қабырғасына тең. Ал ол HB қабырғасы AH квадрат қосылған AB квадрат формасымен табылады. Өйткені AHB үшбұрышы тік бұрышты үшбұрыш. AH бізде AA1-дің жартысы болғандықтан 1 сантиметрге тең. AB бізде кубтың қырына, яғни 2 сантиметрге тең. Бұл түбірастында 5 екені шығады. Арай, D1B бізде кубтың диагоналы. Кубтың диагоналын табу үшін оның қырын түбірастында 3-ке көбейте саламыз. D тең A көбейтілген түбірастында 3 деген формула бар. Осыны пайдаланатын болсақ, бізде D1B тең 2 түбірастында 3 сантиметр болады. Сәйкесінше IB кесіндісі ол осы D1B-ның жартысы түбірастында 3 сантиметр. Сонымен HIB үшбұрышынан тек бұрышты үшбұрыштан біз HI катетін таба аламыз. HB бұл жерде гипотенуза, IB бұл жерде катет. Екінші катетін таба алсақ, есептің жауабы шығады. HB бізде түбірастында 5, оның квадраты 5-ке тең. IB бізде
Туурасында 3, оның квадраты 3-ке тең. Сонымен есептің жауабы туурасында 2 сантиметр. Бұл бір жолы. Екінші жолы мынау квадратты қарастырсақ болады. HSRQ. HSRQ бізде квадрат. Бұл жерде SRQ сәйкесінше мынау кубтың қырларының дәл ортасы болатын нүктелер. Бұл квадраттың HI диагоналінің жартысы. HR диагоналін тапсақ жеткілікті. Бұл квадраттың қабырғасы 2 сантиметрге тең. Кубтың қырымен бірдей. Квадраттың диагоналін табу үшін оның қабырғасын туурасында 2-ге көбейтеміз. Кез келген квадраттың қабырғасын туурасында 2-ге көбейтсек, оның диагоналін табамыз. HI сол диагоналдің жартысы. Бұлайша бұл екінші жолы, былайша айтқанда оңай жолы. Бірінші жолмен де шарсақ болады, екінші жолмен шарсақ та болады. Бірақ енді екінші жолмен біз HQRS квадрат болатындығын бірінші дәлелдеп шығуымыз керек. Және HI сол квадрат жазықтында жататындығын көрсетуіміз керек болатын. Сонымен 8-ші есептің жауабы туурасында 2 сантиметр болады. Сонымен біз сіздермен 8 есеп қарастырып шықтық. Кеңістіктегі арақашықтықтарға байланысты. Сабақтың мақсаты бізде кеңістіктегі 2 нүкте, нүктемен түзу, нүктемен жазықтық, 2 айқас түзулер арасындағы қашықтықты анықтай алу болатын. Осы жағдайлардың барлығына байланысты біз сіздермен 8 есепті қарастырып шықтық. Қазір сіздер өз беттеріңізше 3 есептен тұратын өзіндік жұмыс орындап көрулеріңізге болады. Өзіндік жұмыстың бірінші есебінде кубтың қыры 1 сантиметрге тең деген А нүктесінен B1C түзуіне дейінгі қашықтықты табу керек. Екінші есебінде ABCD A1 B1 C1 D1 кубтың қыры 4 сантиметрге тең, А нүктесінен BC D1 жазықтығына дейінгі қашықтықты табу керек. Үшінші есепте қыры 5 сантиметрге тең куб берілген, A1B және C1C түзулерінің арақашықтығын табыңыз. Бұл өзіндік жұмыстың есептерін өз беттеріңізше шығарып, мұғалімдеріңізге тексертсеңіздер болады. Ал қазір үйге тапсырма. Бірінші есеп. Кубтың қыры 2 сантиметрге тең, Б нүктесінен BD A1 жазықтығына дейінгі қашықтықты табыңыз. Екінші есепте кубтың қыры 3 сантиметрге тең, А нүктесінен A C1 түзуіне дейінгі қашықтықты табу керек. Сабақта қолданылған ресурстар. Бірінші. Геометрия. Задачи на готовых чертежах для подготовки к ЕГЭ 10-11 классы. Автор Балаян. Екіншіден. Сызба жұмыстары. Анимациялар. Геогебра бағдарламасының 3D мүмкіндіктерін пайдалана отырып жасалған. Сонымен, бүгінгі біздің кеңістіктегі арақашықтықтар тақырыбымен өтілген онлайн сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Шымкент қаласындағы физика-математика
бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің математика пәні мұғалімі Мажитов Нұркен Дәулетбайұлы.